Ертеде ауылды бір үйде тату-тәтті ата мен әже өмір сүріпті. Оларда бақшасы болыпты, ата шалқан егіпті, жаз бойы суарып күтіпті. Күндердің бір күнінде шалқан күннің ыстық сәулесімен үлкен болып өсіпті. Жаз бітіп күз келді. Ата шалқанды әрі тартып, бері тартып, шалқанды суырып ала алмайды. Әрі тартады, бері тартады, суырып ала алмайды. Шал көмекке кемпірді шақырады. Кәне кемпірім, кел, көмектес. Әрине көмегімді берейін деп, әже көмекке келеді. Осылайша атаның артынан ұстап, әрі тартады, бері тартады, қозғалта алмайды. Әже көмекке қызды шақырады. Қызым, бізге көмектесші. Сонымен қыз көмекке келеді. Бірақ күштері жетпейді. Қыз итті көмекке шақырады. Әрі тартады, бері тартады, қозғалта алмайды. Ит мысықты көмекке шақырады. Мысық, бізге көмекке келші. Мяу, мяу. Көмектесіп жіберейін деп мысық көмекке келеді. Бірақ күштері жетпейді. Мысық көмекке тышқанды шақырады. Тышқан, бізге көмектесші. Пи деп тышқан көмекке келеді. Әрі тартып, бері тартып, шалқанды суырып алады. Бәрі қуанады. Шалқан үлкен болып өсіпті. Осымен көкөністер мол болсын деп